Бірінші есепте бізде былай дейді. Бірінші есепте нұрали бізде былай деп тұр, иә. 12-ден 7 азайтылған 9-дан 5 қосылған неше? 3-тен 4 дейді. Енді бұлардың несін табу керек? Маған ортақ бөлімін табу керек. Қосу немесе азайту амалдарын орындаған кезде нұрали ортақ бөлімін табамыз. Ал ортақ бөлімін табу үшін ең үлкен санды аламын да еселеймін. Мына бөлімдердің ішінде 12, 9, 3 деген сандар ішіндегі ең үлкені 12. 12-ні мен не істеймін? Еселеймін. 12 9-ға бөлінбейді ғой. Значит, 12-ні еселеу деген сөз 2-ке, 3-ке, 4-ке көбейту. Мысалы, 12-ні 2-ке көбейтсем 24 шығады. 24 9-ға бөліне ма? Бөлінбейді. Сондықтан 12-ні не істеймін? 3-ке көбейтемін. 12-ні 3-ке көбейтсем 36, 36 9-ға бөлінеді және 3-ке де бөлінеді. Яғни 36 деген сан 9-ға да 3-ке де 12-ке де бөлінетін болғандықтан мына жердің ортақ бөлімі 36 деп аламын. Сосын мында 36-ны 12-ке бөлсем 3-тен берем. Мында 36-ны 9-ға бөлсем 4-тен берем. Мында 36-ны 3-ке бөлсем 12-ден береді екен. Сосын 7 мен 3-ті көбейтсем 21. Азайтылған 5 пен 4-ті көбейтсем 20. Және неше болады екен? Қосылған деймін да 4-ке 12-ні көбейтсем 48 деймін. Сол кезде менде бөлімі 36 болып қалады. Алымы 21 азайту 20 деп отырғанымыз 1. Қосылған неше? 48. Бұл деп отырғанымыз неше болады екен? Алымы яғни үсті 49, асты неше? 36 болып қала береді екен. Келесі. Екінші есебімізді шығару үшін мынаны өшіремін. Екінші есебімізде бізде былай дейді. Иә? 970 есепте. 2-ден 1 қосылған 34-тен 27 қосылған неше? Азайтылған неше дейді? 17-тен 5 дейді. Енді бұл сандардың ішінде ортақ бөлімі 34. Өйткені 34 2-ке де 17-ке де бөлінеді. Сосын аған ішінен берем. 34-ті 2-ке бөлсем 17, мында 17-тен берем. 1-ге 17-ні мында 34-ті 34-ке бөлсем 1-ден берем. Мында 34-ті 17-ке бөлсем 2-ден берем. Сонда 1 көбейту 17 деп отырғаным 17. Қосылған 27 көбейту 1 деп отырғаным 27. Азайтылған 2 көбейту 5 ол 10. Сол кезде менде бөлімі 34, ал алымы 17-ге 27-ні қоссам 44. 44-тен 10-ды азайтсам 34 болады екен. Ал 34 бөлінген 34 дегеніміз нұрали нешеге тең? Бұл 1-ге тең екен. Келесі. Үшінші мысалымда 970 есеп кетті. Келесі 971 есеп. 971 есепте 7-тен 5 қосылған 77-тен 45 азайтылған 11-ден 3. Үшеуінде ортақ бөлімі 77, өйткені нұрали 77 7-ге де бөлінеді, 11-ге де бөлінеді. Сондықтан 77-ден мында 11-ден берем. Мында 77-ні 7-ге бөлсем 1-ден берем. Мында 77-ні 11-ге бөлсем 7-ден берем. Сол кезде 5-ті 11-ге көбейтсем 55. Қосылған 45-ті 1-ге көбейтсем 45. Азайтылған 3-ті 7-ге көбейтсем 21. Сол кезде менде бөлімі 77. Алымы 55-ті 45-ке қоссам 100. 100-ден 21-ді зетсем неше болады екен? 79 болады екен. Яғни 77-ден 79 шығады екен бұл есептен нұрали. Келесі. Енді бір 2 мысал көрсетейін. 2 мысал. Бұл жерде нұрали бізде қиындауы дегеннен. Мысалы мен бір 900 нешені алайын? 975-ті алайын, иә? 975. 975 алатын болсам, менде былай дейді. Алло. Не деймін мен атнет? Жұмыстамын. Сенде сәтсіне 30-дар ма? Қазір барам мен. Менде былай дейді нұрали. 8,45-тен 11 азайтылған 3,15-тен 4 қосылған неше? 16,90-нан 13 дейді. Енді бөліміне 90-ға қараймын. 90 45-ке де бөлінеді, 15-ке де бөлінеді және нешеге де бөлінеді екен? 13-ке де 90-ға да бөлінеді екен. Сондықтан менің бұның ортақ бөлімі 90 деп аламын. Бірақ бүтін бөлімдерін қосып аласың. 8-ден 3 айтсаң 5, 5-ке 16-ны қоссаң 21. Енді алымы 90-ды 45-ке бөлсем 2, мында 2-ден берем. 90-ды 15-ке бөлсем мында нешеден берем? 6-дан берем. Мында нешеден береді екен? Мен 90-ды 1-ден береді екен.
Енді қараңыз, 2-ке 11-ді көбейтсем 22. Азайтылған 4-ті 6-ға көбейтсем 24. Қосылған неше? 13. Енді Нұрали бұндай кезде не істейсің? 21 бүтін дейсің де 90-нан бірінші оң сандарды қосып ал. 22-ні 13-ке қоссам 35, 35-тен 24 айтсам нешеге тең? 11-ге тең екен. Яғни менің бұл есебімнің жауабы 21 бүтін неше? 90-нан 11-ге тең екен. Және бір соңғы мысал көрсетейін. Мысалы 977 есепті көрсетейін, я? 977 есеп. Бұл есепте 31 қосылған 9,45-тен 16 азайтылған 1,9-5 деген. Енді не істеймін? Мен бұл жерде былай істеп аламын. Бірінші мына екеуін қосып аламын, Нұрали. 31-ге 9-ды қоссам 40, сосын қасына бүтін бөлігін тіркеп жазамын. 40,45-тен 16 азайтылған неше? 1,9-5 дейді. Давайте мына 45 пен 9-ның ортақ бөлімі 45 қой, значит мына нешеден берем? 5-тен берем. Сол кезде Нұрали қарайын, мына жерде маңызды нәрсе бар. 40,45-тен 16 азайтылған 1,45-тен 25. Мына 16 45-ке жетпейтін болғандықтан, мынадан 1 бүтін аламын да мынаған 45 қосып берем. Яғни бұл жерде 39 бүтін деймін де 45-тен деп жазамын да алымынан 16-ға 45-ті қосам. Сол кезде бұл 61 болады. 61 азайтылған 1 бүтін 45-тен неше? 25. Сол кезде менде 39-дан бүтін бөліктен бүтін бөлікті айтам. 39-дан 1-ді айтсам 38 бүтін 45-тен 61-ден 25 айтсам нешеге тең? 36-ға тең. Енді менің 45 пен 36-ны 9-ға қысқартсам болады. Сол кезде менде 38 бүтін 9-ға қысқартсам, Нұрали, мына жерде 5, а мына бөлік неше болады екен? 4 болады екен. Яғни 38 бүтін 5-тен 4-ке тең екен.